Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осылай үй жағдайында рулет жасайтын боламыз. Дәмді әрі тәтті жұмсақ болып шығады. Бізге керегі ұнымыз бен қопсытқышымызды жақсылап араластырып, бөлек қылып қоямыз. Оған дейін 5 жұмыртқамызға бір шыны құмшекерімізді салып, осындай масса болғанша миксерлейтін боламыз. Оған 8-10 минут уақыт кетеді. Одан кейін бөлек шыныға құйып алып, массамыздан сумайымызды жақсылап араластырып, жарты шыны сумай құйсаңыздар жетеді. Осындай массамызға құйып аламыз. Одан кейін електен өткізіп, ситадан дейміз ғой, ұнымызды осылай бөліп қосып араластыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, массамыз түсіп кетпеуі керек. Жоғарыдан төменге, төменнен жоғарыға осылай етіп араластырып аласыздар жақсылап. Көп ештеңені қажет етпейді. Мінекей формамызды дайындаймыз, пергамент қағазымызды төсеп, массамызды құйып тегістеп аламыз бетін. Осындай болып шығады. 180 градуста 10 минутта пісіп кетеді. 10 минут, 12 минутқа қойсаңыздар болады 180-200 градуста. Пергамент қағазымызды ыстық күйінде осылай алып тастаймыз. Менікі осылай жұмсақ болып шықты. Бір орап алсаңыздар болады. Сол кезде ішіне жаңағы салмасын жағып орағанға ыңғайлы болады. Мен осындай қойытылған сүтті қылдым. Сгущенка дейміз ғой. Осындайды құйып, жартысы кетті маған. Жақсылап араластырып, өстіп орап қойып қоямыз. Суығанша қойып қоямыз. Немесе тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады 1 сағатқа. Одан кейін жұмсақ болып осындай үй жағдайында рулет шығады. Өз идеяларыңыз, фантазияларыңызға қарай ішіне неше түрлі салмалар қоссаңыздар болады. Шоколадпен әрлесеңіздер де болады. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма жазылып, тіркеліп, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет.